әдістемелік нұсқалық зертхана жұмысының тақырыбы микроклональды көбейту және микрошоғыр арқылы өсімдікті көбейту. Бұны біз көбінесе 9-11 сынып зертхана жұмыс тапсырмаларына көруімізге болады. Ендігі кезекте біз жалпы мақсатына тоқталатын болсақ, оқушыларға микроклональды көбейту және микрошоғыр әдісін, биологиялық мәнін және оны биотехнологияда рөлін біз түсіндіруіміз керек. Және өсімдіктің клеткалық, ұлпалық деңгейін көбейтілу процесін кезең-кезеңімен көрсету. Және биотехнологияда әдістердің ауыл шаруашылығында, экологиялық салада қолдану маңызын ашу. Ендігі кезекте бұл материалды сабақтың қай кезеңінде қолдануымызға болады? Кіріспе кезеңде, яғни бейне материалдар немесе постер арқылы оқушылардың қызығушылығын ояту. Мысалы, өсімдіктің яғни жасанды ортада қалай көбейтеміз деген сияқты сұрақ қойып оқушыларды біз ойландырамыз. Келесі негізгі бөлімінде мұнда біз уже постер арқылы оның әр кезеңдерін талқылаймыз. Мысалы, инициация кезеңі, немесе өркеннің енді өсу кезеңі, одан бөлек сол тамырландыру кезеңі деген сияқты. Ол жақта сол жағына ғана эксплантты таңдап аламыз, яғни өсімдіктің сау, зақымданбаған бөлігін аламыз. Одан кейін стерилизация, яғни микробтардан толық тазартуымыз керек. Қоректі ортаға отырғызғанда ол жасушалардың өсуін қамтамасыз ету. Одан кейін каустың түзілуі, яғни жасушалары бөлініп, ұлпа түзілуі, өсімдіктердің пайда болуы және микрошоғыр арқылы жаңа өскіндерді бөліп алу. Ең соңында тамырландыру және акклиматизация, яғни өсімдіктерді сыртқы ортаға көшіру деп айтуымызға болады. Қорытындылай келе, биотехнология әдісі тиімділігін және оны болашақта қолдану мүмкіндігін талқылаймыз. Бұл материалды біз не түсінуімізге болады? Микроклональды көбейту, яғни өсімдіктерді жасанды ортада клетка немесе ұлпа деңгейінде көбейту әдісі. Ал микрошоғыр дегеніміз өсімдіктің өркен немесе сабақ ұштарының бір ұшын кесіп алып, одан жаңа өсімдік алу. Одан бөлек бұл әдіс өсімдіктің жасушасының тотипатенттілігіне негізделген, яғни бір жасушадан бір бүтін ағза алу қабілеті деп айтуымызға болады. Және әдістің артықшылығы, мұнда біз оның сирек, құнды, яғни ауруға төзімді қысқа мерзімде көбейту мүмкіндігі. Келесі сабақ барысында оқушыларға қойылатын сұрақтар болып табылады. Бірінші, микроклоналды көбейту дегеніміз не? Одан кейін осы тәсілдің дәстүрлі әдістен қандай айырмашылығы бар деген сұрақ. Және де эксплант ретінде өсімдіктің қандай бөлігін аламыз, не себепті аламыз деген сұраққа жауап бере алу керек. Стерильдік сақталмаса не болуы мүмкін? Және де каус ұлпасының рөлі қандай? Микрошоғыр әдісінің артықшылығы неде? Және де микроклоналды көбейтудің ауыл шаруашылығындағы пайдасы қандай? Және де тотипатенттілік ұғымын мысалмен түсіндіре алуы керек. Бағалау критерийіне келетін болсақ, ең бірінші ғылыми дәлелділік, яғни процестің кезеңі, биологиялық терминдер, онымен қатар ғылыми тұрғыда дұрыс түсіндірілген болуы керек. Келесі түсініктілік, яғни күрделі берілген терминдер оқушыларға түсінікті тілде болуы керек. Визуалды тартымдылық, яғни постерде, суретте берілген заттар, диаграммалар оқушыларды тарта алуы керек. Әдістемелік нұсқаулықтың болуы, сабақ кезеңдері, мақсаттары және де сұрақтар толық қамтылған болуы керек. Қорытындылай келе, бұл зертханалық жұмыспен постер материалы арқылы оқушылар биотехнологиялық тәжірибелерді меңгере алу керек. Және де микроклоналды көбейту, микрошоғыр әдістері өсімдіктің бір ғана ұлпасынан жаңа дарақтар алу мүмкіндігін көрсету керек. Бұл ауыл шаруашылығында жоғары өнімді, ауруға төзімді өсімдік түрлерін алу үшін қолданылатын экологиялық таза, заманауи және де биотехнологиялық әдіс болып табылады. Қазір біз сіздермен қолда бар заттармен зертханалық жұмысты барынша көрсетуге тырысамыз. Ең бірінші бұл зертханалық ортада жасалу керек. Яғни бізде халат және де қолғап.
зертханаға арналған құрал-жабдықтар керек. Енді құрал-жабдықтарды таныстырып кететін болсақ, ең бірінші бізге керегі эксплант. Яғни ол біздің бірінші кезеңіміз болып табылады. Эксплантқа өсімдіктің ұлпа немесе мүшесінің кез келген жапырақ, бүршік немесе сабағы сияқтыны аламыз. Одан кейін керек зат бізде пинцет және де қайшы, дистилленген су, пробиркалар керек, және де скальпель, петри табақшасы, хлор, натрий гипохлориді немесе этанол спиртін алсақ болады. Және де бұны мурасинге ортасы деп алсақ болады, пипетка керек болады. Ең бірінші біз эксплантты таңдап алдық, яғни өсімдіктің жапырағын алдық деп айтамыз. Оны қайшымен кесіп аламыз. Осылай белгілі бір кішкентай мүшесін кесіп алатын боламыз. Одан кейін оған белгілі бір пробиркаға, ыдысымызға алып, пипеткамен жаңағы гипохлоридті құямыз. Осы гипохлоридте эксплантымызды 5-6 минут бойы ішінде ұстайтын боламыз. Осылай ұсталып болғаннан кейін міндетті түрде стерилді сумен шайқап керек. Кемінде 3 рет шайқаймыз. Екінші кезең бізде стерилизация деп аталады. Яғни бұл кезеңде айтып өткендей алған эксплант немесе қолданылған құралдарды залалсыздандыру болып табылады. Мақсаты микробтар немесе зең саңырауқұлақтарынан айыру. Яғни бұл жердегі барлық жаңағы керекті заттарымыз бізде ламинарлы бокста залалсыздандырылған заттар болып табылады. Енді осы эксплантымызды алып қоректік орта деп елестетсек, сол жерде өсіретін боламыз. Яғни үшінші кезеңі бізде қоректік ортаға отырғызу. Яғни стерилді эксплантты қоректік заттар мен гормондар бар ортаға орналастыруымыз керек. Енді кезекте біздің дайын эксплантымыз уже қоректік ортада. Бұл жақта біз уже 1-2 апта бойында, яғни инициация кезеңі деп айтуымызға болады. Бұл жерде біз оны бақылаймыз және бұған қағазбен жапсырып қоюымыз керек бастаған күнімізді. Және осы эксплантта біз оның ластану бар ма, жоқ па, соны бақылаймыз. Егер де ластану болған жағдайда бұл үлгіні біз алып тастаймыз. Одан бөлек оның қоректік ортаның түсі өзгерді ме, және біз алған эксплантымыздың мысалы өркенді алсақ оның түсі өзгерді ма, қоңырқай ма, или ашық жасыл ма, соны көруімізге болады. Немесе жапырақты да сол тәсілде біз оны тексеріп аламыз. Бұл жақта уже эксплантымыз ақырындап каус түзіле бастайды. Енді каусқа тоқталатын болса, каус ол бізде суретте көруімізге болады. Эксплант ұлпаларынан түзілетін бір тектес, яғни ретсіз бөлінетін жасушалар жиынтығы өсімдіктің жаңа мүшелерін қалыптастыруға негіз болады деп айтуымызға болады. Яғни осы 1-2 аптада осы біздің каусымыз түзілгеннен кейін 3-4 апталарда біз уже мысалы если өркен болып жатса, оның өркеннің өсуін бақылаймыз. Өркеннің онда уже ұзындығын немесе түсін соларды бақылаймыз. Өркеннен ары қарай если керек болып жатқанда оны репетировка, яғни қайта отырғызамыз қоректік ортаға, уже бөлек қоректік ортаға, онда уже аукционге бай ортаға отырғызамыз. Онда уже сол өркеніміздің яғни тамыры шығуын біз бақылаймыз деп айтуымызға болады. Тамыры уже ашық, ақ түсті тамырлар шыға бастайды. Уже онда 2-3 сантиметр өсе бастағаннан кейін олардың өркені мықты, берік бола бастағанда және тамыры берік бола бастағанда біз оны уже сыртқы ортаға бейімделеді деп айтуымызға болады. Оны басқаша біз адаптация деп айтуымызға болады, немесе акклиматизация деп. Адаптация яғни зертханада өсіп шыққан өсімдікті сыртқы табиғи орта жағдайында бейімдеу процесі. Бұл кезде өсімдікте әдетте оған топырақ пен ауа жағдайын үйренеді деп айтуымызға болады. Бұл кезде жылы ортада, яғни 20-25 градуста жылы ортада отырғызу керек. Және жарықты өзінің бір мөлшері болады. Қатты жарық тік түсетін сәуле жаққа отырғызуға қоюға болмайды біздің өсімдігімізді. Жарық аз мөлшерде, қатты тік түспеуі керек.
ары қарай өсімдік сол адаптация арқылы ары қарай сыртқы ортаға ол өсімдік бейімделеді.